Сенде өзің ғана барсың. Өзің және ұлы Раббың Аллах тағала болды. Басқа ешкім жоқ. Қазір менің өмірімнің периоды дәл сондай кезең болып тұр. Өзім бармын және ұлы Раббым бар. Болды. Сенерім де, тілерім де, сұрайтыным да, жәрдемшім де, барлық мейірім иесі, махаббат иесі. Тек осындай Алланың сипаттарымен, Алланың жаңағы көркем есімдерімен Алладан сұраймын. Аллахым, Раббым, менің әрбір өмірлік минутымды, секундымды берекелі етуін сұраймын. Менің әрбір тапқан табысым, әрбір тиыным берекелі болуын сұраймын деген дұға арқылы, Алладан сұрау арқылы, Алламен шынайы болу арқылы. Аллахым, менде қазір көңіл күйім жоқ, мен ашуланып тұрмын. Аллахым, менде қазір реніш пайда болып жатыр, мен өзімді жалғыз сезініп тұрмын деген сияқты Алламен барынша шынайы болып, Аллаға айтып, Алламен сырласып, тек қана жәрдемді Алладан сұрау, Алладан тілеу, бітті, басқа еш нәрсе емес. Біз көбінесе жақын адамдарымыздан күтеміз, еріксіз күтеміз. Бәлкім түсініп қалар, бәлкім қолдап қалар деген сияқты, бірақ өкінішке орай ол әрқашан бола бермейді. Аллах тағала бізге көрсетеді. Тек қана Алла бізбен екенін, Алла тағала біздің дұғамызды қабыл етуші, Аллах тағала біздің жүрегіміздің түбіндегі сырымызды білуші, Аллах тағала ғана сіздің айтпаған, мойындай алмайтын, өз-өзіңізбен шынайы болмайтын сәттердің өзін Алла білуші. Одан кейін тағы бір айтқым келетін нәрсе, және де ең маңызды, ол Алла жайлы жақсы ойда болу. Мысалы, Алла мейірім иесі. Алла шексіз мейірім иесі. Алла тағала маған өте мейірімді. Алла тағала махаббат иесі, шексіз махаббат иесі. Алла мені өте қатты жақсы көреді. Бірінші кезекте жақсы сөзді өзіңізге айту. Жаным, сен қолыңнан көп нәрсе келеді, сен істей аласың. Ішіңдегі критикті өшіріп тастау. Осыма бар жеткенің, сенің жасындағылар мынандай істеп жатыр, сенің жасындағылар мынандайға жетіп жатыр деп емес, керісінше мен сенімен мақтанамын, сен менің барымсың. Алла сені керемет махаббатпен жаратты. Алла тағала сені сондай білім иесі қылды. Мен сені жақсы көремін, мен сені әрқашан қолдаймын деп мына өзіңіздің ой өрісіңізді әрқашан осындай жақсы сөзбен, жақсы оймен, өзіңіз жайлы жақсы оймен толтырып отыру. Бұл менің өзімнің түйген ойларым, және де қазіргі өзімнің өмірімнің оңай емес кезеңінде айтатыным.